Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Құрбандық тақырыбындамыз. Өткен дәрісте тоқтаған жерден ары қарай оқимыз. Ояқтин назиру, күні құрбандық шаламын деп нәзір еткен адам, яғни Алла үшін осы қойды құрбанға шаламын, немесе осы қойым құрбандық болсын, яки маған осы қойды сою міндет болсын деген сияқты белгілі иелігіндегі бір қойын нәзір еткен адам айт күндері соя алмаса, уа фақирун шарол удхията, және құрбан айтқа құрбандық сатып алған кедей де уақытында соя алмаса, битасаддуқиха хайятан, тірідей басқа бір мұқтаж жанға садақа етіп береді. Өткені кедей кісінің құрбандық ниетімен алған малы бір қойды нәзір еткенмен тең болады. Яғни бір қойды, мынау қойды Алла үшін құрбан келген кезде Алла үшін шалу мен үшін міндет болсын деген сияқты бір қойды арнағанмен тең болады. Сондықтан дәл сол сатып алған малын кедей кісі малы тірі болса шалуы уәжіп. Ал енді уақытылы шаламағандықтан міндеттіліктен шығу үшін садақа етіп береді әлгі қойын. Бірақ осы жерде айта кету керек, кедей кісінің құрбан үшін сатып алған малы өлсе, немесе жоғалса, ондай жағдайда басқа қой союға міндеттелмейді. Ары қарай оқимыз. Албай валғанию битасаддуқи қиматиха шара аула. Бай кісі құрбан айт күндері шала алмаса, бір қойдың құнын садақа етеді. Шара аула, мейлі ол қойды құрбан үшін сатып алған болсын, мейлі өз иелігіндегі малы болсын, бәрібір құнын садақа етіп беруі керек, егер уақытылы құрбанның шалалмаса. Құрбандық шалу уақыты 3 күн. Демек, құрбандық шаламын деп нәзір еткен адам, және құрбан айтқа құрбандық сатып алған кедей уақытылы шалалмай қалса, тірідей садақа етіп береді. Әрине, егер қойы тірі болса. Ал бай кісі уақытылы шалалмағандай болса, онда бір қойдың құнын садақа етіп беруі шарт екен. Вальхамдулиллахи раббил алемин.